сәлеметсіздер ме менің алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын лайк басып тіркеліп қоюларыңызды сұранамын. Ата табысқан қос ғашық. Сырым кішкентай кезінен мектептегі бұзақылардың бірі. Қашан көрсең ұлдармен төбелесіп жүреді. Теспеген адамның өзіне килігетіндей жүретін. Қасындағы досы да дәл өзі сияқты бұзақы. Екеуі қосылып алып, үзіліс болса болды, біреудің мұрнын қанатып, я болмаса көйлегін жырып тастайды. Соның кесірінен ата-анасы мектеп жиналысынан қалмайды. Қашан көрсең осы мектептен, ата-аналардан сөз естіп жүреді. Бұлай қарасаң, әжептәуір отбасының баласы. Бірақ неге екенін белгісіз, өз сондай бұзақы болып өсті. Отбасында басқа балалар мұндай емес, тек осы ғана ерекше болды. Бой десе бойы, түр десе түрі бар, тек осындай жұқсыздығымен жақпайтын. Мұғалімдер де мұны жақтыра бермейтін. Сабаққа да көп көңіл бөлмейді. Жай барып келіп жүрген біреу. Мұғалімдер ертерек бітіріп кетсе екен деп құтылғанша асығып жүретін. Қанша ұрысса да, қаншама жиналысқа салынса да, бәрібір бұзақылығын қоймайды. Сөйтіп жүріп мектептерді бітірді-ау. Оқуға түскісі келмей, ауылдағы бұзақылармен жүргісі бар еді. Әкесі қояр да қоймай, қалаға барып оқуға түсірді. Мұндағысы ауылда қалса таза бұзақы, ішкіш болып кетер еді деп ойлады. Ауылдан келген қара домалақ бала қалаға барып басылып қалды. Танымайтын орта, танымайтын адамдар, қоқаңдайтын ауыл емес. Мұнда өзінен өтіп кететін бұзақылар көп. Басында оқуына бір-екі рет мінезін көрсетіп еді, онысы іске аспады. Қазір тыныш қана оқуына барып келіп жүр. Күнде таңертең автобуспен барып, автобуспен қайтады. Солай жүріп бір қыз көзіне түседі. Ол да оқиды сірә. Өйткені күнде екеуі бір автобусқа отырып қалатын. Қыз да Сырымды байқап жүрді. Екеуінің көздері түйісіп қалатын. Екеуі бірдей уақытта шығады. Есі кеткен Сырым бұзақылықты емес, енді тек бейтаныс аруды ойлайтын болды. Соны аңдығандай күнделікті уақыттан кешікпей құстай ұшып жүгіретін болды. Бірақ қай жерден түсіп қалатынын байқамай қалады. Бүгін де әдеттегідей автобусқа мініп еді, қызды байқамай қоймады. Көңілі түсіп өзі оқуына келді. Бірақ бұйырған кетпес деп алдынан тосынсый болып Нұрай шыға келді. Таңданысын жасыра алмаған Сырым қалай сөйлеп қалғанын білмей қалды. Қайдан жүрсің дейді. Мұнысына Нұрай да жымиып күліп тұрып, осында оқимын деді. Міне бүгін Нұрай мен Сырымның таныстығы осыдан басталды. Содан бері күнде бірге оқуға келіп кетіп жүреді. Сырымның бақыттан басы айналып жүр, ұнатқан қызын тапқанына. Нұрай да Сырымды ұнататын сияқты болып жүр. Қалай болған белгісіз, күнде бір жерге жүріп тұрған соң ба, Сырым Нұрайды бір сәт көрмесе тұра алмастай болды. Екеуі күнде уақыттарын бірге өткізеді. Көп күтуге шыдамы таусылып, Сырым сезімін білдіріп, Нұрай қабыл алады. Содан бері екеуі бірге, екеуі әдемі, өте әдемі жұп. Қарасаң көз тоярлықтай. Екеуінің арманы өмір бойы бірге болу еді. Сол үшін де ертерек оқу бітіріп, отау құрамыз деп шешті. Болашақты әдемі ертегідей ойластырып, неше бала болатынына дейін жоспарлап қойған болатын. Бірақ бәрі адам ойлағандай бола бермейді. Оқуды аяқтамастан, аяқ астынан Нұрайды танымайтын бір жігіт алып қашып кетті. Барған жері бақуатты екен. Нұрайдың ата-анасы қайтып келген қыз жаман, осында қал, атымызға кір келтірме деп қалдырып кетті. Мүмкін байлығына қызықты ма, кім біледі. Амал жоқ ата-анасының айтқанын жасап, сол үйде қалды. Оқуына 2 күн келмеген Нұрайды Сырым уайымдай бастады. Не болып қалды екен? Ауырып қалды ма? Деген ой мазалап Сырым Нұрайдың құрбысына барды. Нұрайдың тұрмысқа шыққан құрбысынан естіп, Сырымның төбесіне жай түскендей есеңгіреп қалды. Нұрай неге қалды? Мені тастап кеткеніме? Менімен жай жүргеніме? Не де болса өзінен сұраймын дейді. Құрбысынан Нұрайдың жаңа түскен үйінің мекен жайын алып, сонда барды. Нұраймен жолықты. Сөйлесіп барлық мән-жайды білді. Өзінің еріксіз қалғанын білді. Алып кеткісі келді. Нұрайға жалынып, жүр кеттік. Дәл қазір сені алып кетемін. Осы үйден тіке өзіме апарамын. Сені тұрмыстан келдің деп бетіңе ешқашан баспаймын. Бақытты өмір сүреміз. Біздің болашаққа қойған жоспарымызды орындаймыз деп қанша айтты. Бірақ Нұрай кетпеймін. Болды. Бәрі кеш деп сонда қалды. Ата-анасын жерге қаратқысы келмеді ме? Әлде барған жерін абыройын ойлады ма? Әйтеуір сол жерде қалды. Амалы таусылған Сырым ашуға булығып қайта кері қайтты.
Нұрайды ойлап, сол күні әбден ес білмей ішті. Ішін жегідей жеп, күйік өртеп барады. 2-3 күн қатарынан ішіп жатқан Сырым масан күйде жолдас баласына хабарласты. Ертерек кел, бір жерге баруымыз керек дейді. Ол да дайын тұрғандай суылдап келе қалды. Жолдас баласының машинесіне мініп алып, бұрынғы мектеп кезі жүрген қыздың үйіне барады. Майра Сырымның көп қыздарының бірі. Міне бүгін Нұрайға ерексіп осында келіп тұр. Тұрақсыз Сырым кезінде Майраны тастап кеткен еді. Майра ол уақытта қатты қиналған. Күндіз-түні жылаумен күнін өткізген еді. Ұзақ уақыттан кейін есін жинағаны сол еді. Міне қайта келіп тұр. Майра Сырымды көріп бұрынғы махаббат жалына қайта тұтанғандай болып тұр. Бұрынғы бас тастап кеткенің бәрі есінен шығып кеткендей. Майраның өзін жақсы көрген білетін Сырым Майраға келіп, бүгін мен үйленемін, мені ұнатсаң жүр дейді. Бұдан кейін келмеймін. Барам десең дәл қазір үйленеміз дейді. Майра да Сырымды қазір қандай жағдаймен келіп тұрғанынан бейхабар. Алдына келіп тұрған соң жоқ демеді. Не де болса қатесін түсініп алдыма келіп тұр ғой, мүмкін бақытты болып кетермін деген оймен Сырыммен еріп кете барды. Аяқ астынан Сырым да үйіне келін апарып, дайындықсыз үйленіп алды. Майраға дым сезімі жоқ, қарамайды да оған. Мас күйде үйленіп алып, енді сол ісіне өкініп жүр ғой. Күндіз-түні тек Нұрайды ойлаумен жүр. Күнде Нұрайдың құрбысына хабарласып, бір жағдайын біліп тұрады. Күндер өтті, артынан айлар өтті. Тағдырдың жазғаны ма, бір күні Нұрайдың ажырасқанын құрбысынан естіді. Жолдасымен дәм-тұзымы жараспай ажырап кетіпті. Бұл жаңалықты естігенде төбесі көкке жеткендей қуанды. Нұрайға жете алмай жүрген Сырым өзіне үлкен сый берілгендей болды. Енді тек Майрадан құтылып, қайта Нұраймен қосуды армандады, жоспарлады. Майраға еш жаны ашымады. Майраға өзінің жаман мінездерін көрсете бастады. Ұрды, соқты, болмайтын жерден кіріздеп отырды. Майраны кекетіп, төмен түсіріп отыратын болады. Осының бәріне шыдап Майра да жүре берді. Кететін ойында да жоқ. Бұлай кетпейтінін біліп, Сырым досымен ақылдасып жоспар құрды. Кешкісін ойда жоқта отырыс ұйымдастырып жіберді. Барлық келіншектермен баратын болып шешті. Сырым да Майраны ертіп барды. Көбіне Майраны ертпейтін. Бүгінгі ерекше қуанып отыр жолдасымен бір отырысқа келгеніне. Бәрі көңілді ән айтып отыр. Бір кезде би басталып еді, барлығы бір-бірінің келіншектерін биге шақырды. Бір жолдасы келіп Майраны биге алып кетті. Екіншісі жүгіріп барып, жарықты өшіріп тастады. Барлығы жоспар бойынша болып жатыр. Би билеп жатқаны сол. Сырым барып жарықты жағып еді, Майраны биге алып кеткен жолдасы жігіт Майраның белінен қапсыра құшақтап, қинап сүйіп жатыр екен. Мұның барлығы Майраның қалауынсыз болып жатқан дүние. Барлығы тек жоспар. Мұны көрген Сырым сол жерде айқай-шу шығарып, досына ұрсудың орнына келіншегін айыптап, жала жауып, жолдас баламен ойнас болдың, көзіме шөп салдың деп үйінен қуып шықты. Өзінің жоспары іске асқанына қуанып отыр. Майрадан осындай арам пиғылмен құтылды. Үйіне қайтып барған Майра мұндай қорлыққа шыдамады. Көз алдына өзіне жасаған қиянат келе береді. Қатты қиналған ол өз-өзіне қол жұмсады. Бірақ дер кезінде үйдегі ағасы көріп аман алып қалды. Майрадан құтылған Сырым өзінің бұрынғы ғашығы Нұрайға үйленді. Майраға жамандық жасадым деген ойында да жоқ. Осындай арам жолмен Нұрайға қол жеткізіп отыр. Қазіргі уақытта қолы әрең жеткен келіншегімен бақытты өмір сүріп, балаларын тәрбиелеп отырған жайы бар. Мұндайда да тағдыр бар екен. Жүре берсең, көре бересің деген рас-ау сірә. Менің ойым, бәрінің өтеуі бар. Қазір бақытты болғанмен алдағы күні не боларын ешкім білмейді ғой. Майраға жала жауып, үстіне қара күйе жағып құтылғанша ашық сөйлесу керек еді. Жап-жас қыздың тағдырын құртты. Өзінен басқа ешкімді ойламады.